Өңірде балық аулауға қатысты 2200-ден астам заң бұзушылық тіркелді. Жайық-Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясының мәліметінше, 10 браконьерлік дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, жалпы сомасы 31 миллион 700 мың теңгеден астам айыппұл салынды. Кроме того, Жайық-Каспийской молочной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в 2025 году проведена большая работа по ихтиологическому мониторингу и регулированию рыболовству, а также по спасению молодых рыб в отшвартованных заморопасных водоемах. На территории Атырауской и западноказахстанских областей после прошлогоднего весеннего паводка, в результате которой спасено 43,3 миллиона мальков рыб частиковых пород. Инспекцияда балық аулау ережелерін сақтау әкімшілік жауапкершіліктен құтылудың жолы ғана емес, өңірдің экожүйесін сақтауға қосылатын маңызды үлес екені атап өтілді. Айта кету керек, бақылау шаралары жалғасуда, ал ережелерді жүйелі түрде бұзатындарға қолданылатын шаралар қатаңдатылмақ.